айтып беріңдер. Ал балалар келіңдер, үйреніңдер, көріңдер, 42 әріпті жатқа айтып беріңдер. А дегенім мана ғой, Б дегенім бала ғой. Меніменен достасып, білімнәрін алла ғой. Ал балалар келіңдер, үйреніңдер, көріңдер, 42 әріпті жатқа айтып беріңдер. Ал балалар келіңдер, үйреніңдер, көріңдер, 42 әріпті жатқа айтып беріңдер. Лапапара, 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 лапапара. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, бүгін біздің қуанышымызда шек жоқ. Өйткені біз тұңғыш рет сауатымызды ашқан әліппені бітірдік. Иә, бүгінгі қош болқытты әліппе атты ертеңгілігімізде бірінші сынып оқушыларының осы күнге дейін сауат ашып, оқып, жазуға үйреткен әліппе оқулығынан алған білімдерін ортаға салмақ кез келді. Әліппені бітіру алдағы өмірге жол бастайтын көп белестердің бірі. Ендеше біз бүгінгі күні сол белестің бірінен астық. Сондықтан бүгінгі кешіміздің сіздер мен біздер үшін ортақ болып саналатын салтанатты мерекеге қош келдіңіздер. Олай болса, салтанатты жиынымызды бастамас бұрын алғашқы әріптерді үйреткен аяулы ұстаздары Күләш Төлегенқызына сөз кезегін берсек. Құрметті ұстаздар, оқушылар, бүгін біз сүйікті әліппемізбен қоштаспақпыз. Әліппені бітіру, яғни осы әліппені арқылы біз көптеген нәрсені үйрендік. Сендер осыдан 4 ай бұрын қолдарыңа қалам ұстауды білмейтін, жазу, сызуды білмейтіндер. Қазір 4 айдан бері соны меңгеріп үйрендіңдер. Енді міне әліппемен достастыңдар. Әліппемен қоштасатын уақытқа келді. Сондықтан да сендерге жақсылық тілеймін. Еске сала кетейік, 2015 жылы білім жүйесіне біраз өзгерістер еніп, бастауыш сыныптан әліппе мен ана тілі оқулықтарын алып тасталған. Оның орнына сауат ашу енген еді. Бірақ әлі күнге көпшілік балалар ең алдымен өзінің тілін, мәдениетін, руханиятын ұғынып өсулері үшін ұлттық дүниетаныммен байланыстырып жасалған әліппеден бастағаны дұрыс деген пікірден тайған емес. Сондықтан да қайтадан осы оқу жылында бірінші сынып оқушыларына сауат ашу пәнінің орнына Ахмет Байтұрсыновтың әліппе мен ана тілін оқып, бірінші сынып оқушылары оқу жылының бастапқы 2 тоқсанында әліппенің бағдарламасымен танысса, қалған 2 тоқсанда ана тілі пәнін оқиды деген өзгеріс енді. Олай болса, қол соғып қошеметтей отырып, қайта жаңғырған әліппемізді ортаға шақырайық. Сәлем, құрметті достарым, мен бүгін сондай қуаныштымын. Не үшін қуанып тұрсың, әліппе? Себебі бүгін балаларда мереке, менімен қоштаспақшы. Қуанышыңа ортақпыз. Сен балаларға не бере алдың? Осы сұрақты мен балаларға қойғым келіп тұр. Балалар, сендер мені не алдыңдар? Құрметті әліппе, сен біздің бүгінгі кештің қонағы бол. Біз саған өз өнерімізді көрсетейік. Қолындағы әліппе, тоғалдың әріпке, ою-өрнегін ұқсайды сәл көріпке. Әліппені алдық біз, сөз сөйлемді таныдық, сауаттанып қалдық біз, ризамыз саған әліппе. Бар әріпті үйреткен менің әліппе, жақсы сабақты қоймыз. Әріптерді
мен. Білім деген ажаптың әліппесін меңгерген, келешегі қазақтың басталуы біздердің. Амантай Сабинаның орындауында оқуда озат боламын әні. Сені қолға алып мен есігі ашты мектепті ете салы жарықпен. Әліппе деген алтын зор аппарат сені алысқа, оңай емес ауыр зор тырысып бақ намысқа. Ең алғаш қолға алғандай әліппені ұстазым ғалымға жол салып берді. Адамның ой арманы мақсаттары оқудың сәулесімен жарық көрді. Жақсы кітап әліппе үйретеді әріпке, қуыршақпен қоштасты, әріптермен достастым. Жүзім жылы құшағың сенен тілеп ұшамын мен, өзім берген біліммен биіктерге шығамын мен. Әліппе, әліппе, алғашқы әліппе, ана деп қазір біз жазуға әзіміз.
Келесі кезекте мектеп табалдырығын биыл аттап, алғаш қолдарына алған оқулығы әліппемен қоштасып отырған 1-ші сынып оқушысы Темірбекұлы Алланың орындауында әліппе атты әнін тамашалайды. Оқушылар, сендер 4 ай бойы көп еңбек еттіңдер. Хореографты түгел жаттап алдыңдар. Оқуды, санауды, жазуды үйренсіңдер. Осының бәрін еліктен кім? Көріппен том-том қалың кітаптың басы болар әліппен. Өтті менен сан сабақ, бүгін үлкен салтанат. Оқулықпен достасақ, әліппемен қоштасақ, өсті білім ойымыз, құтты болсын тойымыз. Әліппем менің әліппем, өмірді келем танытмен. Қайталап айтам, мың рет өзіне көп рахмет. Ізгілікті ұғат оқитын шәкірт болып үздік оқитын әліппе атты кемемен кезем білім мұхитын. Оқитын әлі жазатын, білімде қол созатын, оқушы болдық сауытта білімнің тегін қазатын. Бәрі әріптерді үйреткен, міне менің әліппем, жақсы оқып сабақта әріптер таныммен. Әліппе, екінші әріптен бала болып қазір біз жазуға әзірміз. Сайлау Нұрайдың орындауында рахмет саған әліппе әні.
тілге, мәдениет пен әдебиетке жетелейтін бірден-бір тұлға. Ұрпақ тәрбиесіне мұғалімнің таланты, біліктілігі және жауапкершілігі адами қасиеттер өте маңызды рөл ойнайды. Өйткені ол шәкірт үшін айна сияқты. Ұстазы жақсының шәкірті үздік. Бұл айнымас аксиома. Бала білімді өз бетінше кітаптан оқып та үйрене алады, ал бірақ тәрбиені өз бетінше алмайды. Өнегке мен үлгі, құрмет сияқты ізгі қасиеттер ата-анадан қан арқылы дарыса, ұстаздан тәлім арқылы шығады. Әне міне деген әліппемен де қоштасып жатырмыз. Ендігі кезекте балалардың әліппемен қоштасу өлең жолдарына кезек берсек. Көрді туым түсіндей, ақылшы жақын досындай, құрметті маған кісідей, үшін туған әріпке, жақсы кітап әліппе. Туған тілдің бастауы әріптерден тараған, әріпеден алғаш білім алған бар едім. Ыштық әрбір беттерін, жазуынды ұғаным, ақыл бердің әліппе, ақыл шымшен мұғалім. Шөкелбаева Аңқардың орындауында «Мұғалім ол біздің» әнін тамашаламыздар. Өмірге жол бір өзінен бастадым, алфавитте ала сені жаттадым, ұстаз ана естен кетпес мәңгілік мейлімен жалғандым. Келген алғаш мектепте білмей жетік әріптер, оқимыз қазір ертең үйреткен ол әліппе. Қош бол құтты әліппе, көрмесін үйеті, таныстырын әліппе, тақыларды сүйетін. Келесі кезекте Алмас қызы Нұрайдың орындауында тамаша биге кезек берсек. Вам легко смотреть в зала, как настроение
ұмтыласақ. Есім мен Сабинаның орындауында ұстаз ана әнін қабыл алыңыздар. Енді білімдеріңді ары қарай жалғастырып, одан әрмен білімді болу үшін ана тілі кітабымен таныстырайын. Ана тілі, мұнда келші. Туған елдің тілімін, ақылыммен танымын, түсіндірер бәріне ана тілі тәнімін. Ана тілі ұраным, ана тілі болмаса мықты болмас тұрағым. Балалар, енді көп ана тілін көп оқитын боласыңдар. Мен сендерге көп нәрсені үйретемін. Барлық оқу білім, барлық қазына байлық оқу білімде. Балалар, енді бұрынғыдан да көп оқитын боласыңдар. Ынта қойып оқысаңдар, көп нәрсеге үйренесіңдер. Осымен бүгінгі өткен мың алғыс саған әліппем атты кешімізді аяқтаймыз. Ендігі кезекте директордың орынбасары Айгүл Тоқтарбековнаға сөз кезегін берсек. Құрметті ұстаздар, құрметті бүгінгі алғашқы әріп танытқан, әліппемен қоштасып отырған кішкентай ғана біздің мектебіміздің бірінші сынып бүлдіршіндері бүгін міне алғаш рет қолдарына қалам алып, әріптің не екенін біліп, мектептің табалдырығын сезініп, әліппемен осы 4 ай ішінде білім нәрін сусындаттыңдар. Енді сол сүйікті әліппелерімен қоштасып, үлкен бір белеске өтіп, ана тілін қабылдап отырсыңдар. Қадамдарына нұр бітсін.
сәттілік тілеймін барлықтарына. Және Күләш апайларында сендермен талмай жұмыс жасап, ары қарай білімдеріңді сусындата берсін дегім келеді. Бүгінгі мерекелерін құтты болсын. Бүгін міне сіздерге апайларыңыз мадақтама жасап келіпті, яғни әліпбиге мың алғыс айта отырып, мынандай мадақтамамен әрбір оқушыны марапаттауға рұқсат етіңіздер. Мың алғыс саған әліппем, мадақтама. Әліппе кітабын өте жақсы оқып бітіргені үшін бірінші А сынып оқушысы Ұлан қызы Аяру марапатталады. Тура осындай мадақтамамен Нұрдәулет Шахназар марапатталады. Дәл осындай мадақтамамен Сайлау Нұрай